Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгінгі біздің Google Meet атты мастер-классымызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өндірістік оқыту шеберлері Айғайдан Әміржанқызы. Ең алдымен сіздерді бүгінгі мастер-класстың жоспарымен таныстыра кетсем, ең алғаш Google компаниясының тарихы, ең бірінші, одан кейін Google-дың қызметі, үшінші Google қосымшалары, төртінші Google Meet-ті қолдану бойынша нұсқаулық. Енді Google қосымшаларына тоқтала кетсек, олар Google аккаунттары, Gmail почталық жәшігі, YouTube, блогер платформалары, Google Search, яғни Google іздеу, Translate, Android, Google Disk, Google Meet, Google Chrome. Соның ішінде біз бүгін Google Meet видеоконференциясына тоқталамыз. Google Meet видеоконференциясының қолдану бойынша нұсқаулығына тоқтала кетсек, ең алдымен біз Google Meet-ті іске қосу үшін Google Chrome браузерін ашамыз. Яғни браузерге www.gmail.com сілтемесін теріп, өзіміздің электрондық поштамызға кіреміз. Яғни электрондық поштамыздың логинін және құпия сөзін енгізіп, осылай далее батырмасын басып, Google Meet-ке кіреміз. Қош келдіңіздер. Енді қазіргі кезде біз қашқан уақытта оқуға байланысты біз көптеген Google қосымшаларын пайдаланып, өзіміздің оқуымызды оқытамыз. Сол кезде енді қазіргі кезде біз Google Meet-ті қалай қолдануға болатыны. Ең бастысы ол бізге Google Chrome браузері керек. Сол Google Meet-ті қолдану үшін бізге Google Chrome-ның браузеріне керек болады. Сол кезде осы жерде біз осы жерге мысалы Google Meet дегенді жазып, осы жерге ең бірінші сілтемеге арқылы Google Meet-ке кіре аламыз. Енді осы жерде новая встреча дегенді басамыз. Новая встречаны басқаннан кейін осы жерде біз үш түрлі шығады, үш түрі болады. Соның встречаны мысалы бастау үшін біздің кездесуімізді создать встречу на потом дегенді бассақ болады. Осы жерге жіберіп, сосын осы соцсетінің бойынша оған басып кіре аламыз. Осы жерде енді демонстрация екраны Zoom-дағы сияқты осы батырманы басып демонстрация жасап болады. Сол кезде сейчас на весь экран дегенді басып, осыны басамыз и поделите дегенді басып. Приложение Meet Google представляет доступ к вашему экрану. То есть бүткіл адамдар енді біздің немізге қосылып тұрғандай сол жерде бәріне көрініп тұрады. Бірақ енді Zoom-ға қарағанда бұның несі артық? Артықшылығы бар ма, кемшілігі бар ма, Zoom-мен айырмашылығы қандай? Zoom-дан айырмашылығы ең бастысы осы жерге мысалы 60 минутқа қосылып кетеді. Мен Zoom-ға қарағанда, Zoom-да мысалы 40 минут болса, осы Google Meet-те 60 минутқа уақытқа байланысты дейсіз ғой, иә? Уақытқа байланысты, иә. Сосын 250-ге таман адамды шақыра аласың. Бұл жерде 250-ге дейін да максимально? 250-ге болады. Енді келе жатқан тәуелсіздік мерекемізде шын жүректен құттықтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.